талаптары бір өте жоғарыда, қасындағы жігітмен таныстықтан кішкене минус көрсе, бірден отказ беріп тастайды. Кішкене бір жай былай айта салайыншы, иісі ұнамай қалса, отказ беріп тастайтын адам бұл кісі. Сіздің де бір талабыңыз сондай жоғары ма деп ойлаймын мен. Әсем, Баласахан, Болды ма сұрақ? мен қойсам. жауап бересіз ба? Негізі талаптарға байланысты емес, просто өзімнің адамымды жолықтырмадым деп ойлаймын. Белгілі бір себептер болды қарым-қатынастың тоқтауына. Әр кезде біз қыз баласы үміттенеміз ғой, осы адам менің болашағым шығар деп. Бірақ болмай жатса, енді ер адамды жаңа айтып өткенбей заставлять ете алмайсың. Если қаламаса. Айгерім айта Қош келдіңіз, үміткер, өте әдемісіз. Енді біздің Айбат ағамыз 33-ке келгенімен жасы, бірақ өзі 34-ке келгенімен, бірақ өзінде кішкене балалық ойнап тұратыны бар. Ойнап қояды, қыздарға сөз айтып, сөйлеп қою мүмкін, күліп қою мүмкін. Сізге сабырлы, байсалды жігіт керек па, немесе осындай шутниктер де ұнай береді ма? Негізі мен Айбатты сабырлы адам ретінде көрдім Инстаграмнан. Бірақ если шутить ететін болса, шутить ете берсін. Егер Мысалы, басқа қыздармен контент түсірсе, или басқа қыздарға қатты тиісіп, жолап, сұрақ қойып жатса деген сияқты қызғаныш сезімі бола ма сізде? Мен жаңа айттым ғой, менде қызғаныш деген сезім жоқ. Ешқандай ер азаматты қызғанбағанмын. Айбат. Егер ол таңдауы мен боп тұрсам, қызғанудың себебі керек жоқ деп ойлаймын. Айбат, не болды сізге? Сіз жас мәселесіне байланысты томсырайып қалдыңыз ғой үндемей. Содан кейін солай ма? Жоқ, одан емес. Одан емес Мәселе одан емес. Мен негізі бүгін Әлде үміткер күтпей таңғалып? Иә, сол ғой, шок болып отырмын ғой. Мен үміткер келеді деген ойда болмадым. Ондай болып тұрады енді. Біраз уақыт келмей кеткен. Мен ондайға мүлде жас мәселесі немесе ажырасқан келіншек анау мынау дегенге мүлде нем жоқ, қарсылығым жоқ. Үміткер келсе, наоборот, қуану керек қой адам деген. Ойға батып кеттіңіз. Әрине, сәл шок болып қалдым. Жаңа үміткер келді деген кезде болды, былай. Балсын, мен білетін бір бола ма? Айтыңыз. Енді сұрап атсыз ғой енді Айбаттан. Айбат неге соншалықты енді жасын көріп, несіп қалды ма, көңіл күйін түсіп қалды ма деп. Жоқ, одан емес. Мен бағаны бәрі көрді енді. Төрт көз түгел көрді, қалай кіріп болды. Диора келіпті ғой, ақ бозат келіпті ғой. Мынандай қыз тек қана осындай, мен ақ құба келіпті ғой. Мен қасында ғана жүру керек деп бірден Диора тескен болатын. Сол үшін кішкене бір көңіл күй түсіп қалған сияқты. Үміткер күтпегеннен кейін ойы Диорада болды да. Содан кейін. Мәссаған Айбат. Жаман айттым, Айбат, Күшті айттым, иә. Кірген кезде мен айттым, саған Диора келіпті ғой депші. Енді қалай айтсам екен, бұл қалжың болды. Енді арамызға келгеннен кейін, ана жерде мұнайып отқаннан кейін, көңілін көтеріп қояйын деп, бір жағынан былай амандасып, танысып, сәл-сәл қалжыңдасқаным бар. Балаусахан, не болмады. Балаусахан, мен сұрақ кетсем бола ма? Дәулет. Енді оны бәріміз көрдік, қалжың ретінде болған мына жақта. Нұрай, мен де қалжыңдасып отыр негізі. Сабырлы көрінгенмен кішкене әзілдері көп Айбаттың. Енді үміткер ханым, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Енді бәрі жақсы болып жатса, қанша уақытта тұрмысқа шығуға дайынсыз? Или жұп болуға деген сияқты. Енді оны уақытын қанша уақыт деп түп басып айтпаймын, но бірақ егер бәрі жақсы болып жатса, минимум жарты жылда. Мен сұрақ қойып кетейін. Шолпан ханым, қош келдіңіз. Әдемі қыз екенсіз. Екеуіңе ортақ сұрақ, мысалы, жастарың болса кеп қалдық қой, бәріміз құрдаспыз, азаматтық некеге көзқарастарың. Айбат, бірінші сен жауап берші. Азаматтық некеге жоқ, көзқарасым жаман менің. Неге өйткені үйлену керек па, дөп басып, мөрін басып, кәдімгі неке қиылып үйлену керек деймін ойлаймын. Өйткені ол артымыздан кеткен ұрпақ бар, ертең не бар, бізден көріп көрген істейтін жастар бар деген секілді.
енді біз жастарға өнеге болатын жасқа жеттік қой, сондықтан да қай жерде мен қалжыңдассам да, қай жерде мен сіздермен не істесем де, менің тәртіп жағынан, тәрбие жағынан, тәлім жағынан өзімді ұстай аламын. Иә, болса. Бар сұрағыңызды аяқтап алыңыз. иә шолпанға да сол сұрақ сіз де жауап беріп кетсеңіз. Мен Азамат. білмеймін, азаматтық неке деген біздің менталитетімізге де, дінімізге де сай келмейтін нәрсе деп ойлаймын. Оны Еуропа елдерінде дұрыс шығар, бірақ менің көзқарасым, жеке өзімнің көзқарасым жоқ. Баласыған. Елдар. Елдар сөйлейсін, иә? Иә. Иә, сол сөйлеп кетейін, рахмет Әлішер. Қош келдіңіз, Шолпан дедіңіз, есіміз. Шолпан. Қош келдіңіз, өте әдемі екенсіз. Енді прям 33 жас деп айтпай ақ қояйын, 25 жаста қызға ұқсайды екенсіз енді жалпы. Комплимент та енді кішігірім. И қазір енді 33 жасқа дейін кепсіз, енді үйленбепсіз, оны қалай түсінсе болады, меркантильность бар сияқты кішігірім сіз жақтан. Енді бизнес саласына құлықтанып кетіпсіз, өзіңізді ойлап дегенде, енді Айбатты қарасаңыз, ауылда тұрады да енді. Ауылдық жерге баруға қалай негізі ойыңыз, келінді ата-анең қолында тұрып дегенде, келінді қалат киіп, қызмет атқаруға көз қарасыңыз қандай жалпы ауылға? Қостанайға баруға, иә? Негізі мен 4-ші маусымда айтатын едім ғой, әдейі ауылда тұрам, ауылда деп. Негізі мен 99 жылдан бастап қалада тұрам ғой. Негізі жай әдейі қыздарды сынау ретінде айтатын, ауылға кеттік па, ауылға барып тұрамыз, анау деп. Негізі Қостанайдың өзінде үлкен қалада, кәдімгідей жақсы элитный районда тұрам, нормально. Шолпан жауап берсе, Иә. Негізі мен туып өскен жерім ауылдан шыққанмын. Сондықтан да ауылдың барлық жұмысын істей аламын. Егер маған сол нәрсе істеу қажет болса, сиырды сауа аламын, қапаған нанды пісіре аламын, бәрін істей аламын. Одан кейін меркантильность жағына айтатын болсақ, меркантильность сіздің ойыңызша ол не? Кер қоймай. Соны тоқталып өтіңізші, түсіндіріп беріңізші. Ал Елдар айта. Елдарға сұрақ қоймай ақ қойыңызшы. Айт, Жарайды. Жауап бермейсіз ба? меркантильность деген енді карьерный рост дейді ғой, соны қолдап кеткен деген. Ол жаман ба? Жоқ, жаман емес. Енді сізге қарасам бизнес, енді андай клуб, караоке деген салада жұмыс жасайды екенсіз, енді ауылдық неге? Тұрып жатыр, жұмысы қалада өзінің өмірін жалғастырып жатқаннан кейін, мама папасы егер болса, ата-ана Елдардың өзінің ойы алып келуге болады, қалаға жағдайын жасап, келінді қызметін атқаруға да болады. Болды, саламатсыз ба, Шолпанған ма? Внешний видіңізге қарасам, бір ромашканы менсінбейтін қыз сияқты екенсіз да. Жақсы. Не болды Елдар? Негізі елдардың вкусы негізі үлкен қыздар ғой. Білесіздер ма, бір рет айтып еді үлкен қыздарға қызығамын деп. Содан бұл комплименттен басталғаннан қорқып едім негізі. Бірақ андай ғой, енді бұл Айбат таңдап келгеннен кейін өйтіп керек емес жігіттер енді, шынымен ше. Енді мен Айбатқа сұрақ қойғым келіп тұр, нақты Айбат. Сен өзің енді Айбат сөйлейтін жігітсің ғой, мысалы. Жаңа 33 деген кезде сен түріңді бәрі көрді. Кәдімгідей түрің бұзылды сенің, шынымен де ше. Бірақ осы уақытқа дейін саған жас қыздар да келген болатын. Мен ойлаймын да, негізі сен жалпы өзіңнің әйеліңді шынымен де қанша жаста болғанын қалайсың негізі? Негізі конкретно айтсаң осы жерде. Просто сен 33 деген кезде андай келмейді ау маған деген түрің болды да негізі. Негізі мен өзімнің болашақ әйелімді 18-ден шамамен где-то 30-ға дейін деп елестететін. 30-ға дейін деп. Ар жағы жас қой. Бір 25. Енді 33 деген допустимо, можно допустить. Білмеймін, 30-та алмайтын сияқты бұл кісі ше. Бұл негізі қасқырдың патологы бүйтіп отырып, жоқ, мен қалжыңдадым, сөйтіп шығып кетеді. Конкретно айтсайшы негізі. Айбаттың жауабы білмеймін. Айбат әлі екі ойлы болып отырған сияқты. Шымылдық ашыла ма, жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз.